Бризоль тағамы үнемі менде дұрыс шықпайды дейтін қыздар жақсылап қараңыздар. Негізі бұл өте оңай жасалады, тек 1-2 қателікті жіберіп алмаңыздар. Қазір видеоның барысында айтып өтемін. Алдымен пиязды қолмен турайтын болсаңыздар, барынша ұсақтап тураңыздар, немесе блендермен өткізіп аламыз. Дәміне қарай тұзын қосамыз, жақсылап араластырамыз. Әр фаршты өлшеп аламыз, каждый 80 граммдай болды. Осы ыдысымызға салып, бір жұмыртқаны фаршпен бірге жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаңыз кішкентай болса, 1,5-2 жұмыртқа қосыңыздар. Қуырмастан бұрын вилкамен жақсылап шайқап аламыз. Сол кезде бризольдарыңыз пышный болып піседі. Қатты жұқа қылып жайып жібермеңіздер. Әйтпесем, екінші бетіне аударатын кезде жыртылып кетуі мүмкін. Каждый бризольді крышканы жауып тұрып, асты орта отта пісіріп аламыз. Өте оңай, әрі тез піседі. Дәл осылай жасайтын болсаңыздар, сіздердің де бризольдарыңыз өте дәмді болып шығады. Қасына гарнирге күрішті ұсындым, салатпен, осылай кетчуп, майонезді жағып ұсына берсеңіздер болады. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, дұға тілектеріңіз Алланың қалауымен орындала берсін. Дәл осы тағамды жақындарыңызға жіберіп қойыңыз, олар да дайындасын.